Баршаңызға берекелі уақыт болсын. Сіздермен бірге ардақ. Біздің бүгінгі айтарымыз жаңа туылған нәресте туралы. Ана бақытын сезініп, балапанын құшағына алған барша аналар, сіздерді құттықтаймын. Сәби күтіп жүрген аналар, сіздерге ана бақытын тілеймін. Нәресте таңғаларлық дамыған сезімдермен дүниеге келеді. Өмірге келген сәтінде жаңа туылған сәбидің көру қабілеті әлі толық қалыптаспайды. Бірақ өзін қолына ұстап көтерген анасын көре алады. Жаңа туылған сәбилер әлемді көбіне қарала түсте көретіні анықталған. Нәрестенің қимыл белсенділігі аз. Қалай жатқызсаң, сол күйде жата береді. Егер қолыңызға алып көрсеңіз, абайлаңыз. Ол басын ұстай алмайды. Нәрестенің бойында бірден еміп кету қабілеті бар. Жаңа туылған нәресте үшін ең маңыздысы ананың құшағы, жылулық пен ана сүті. Сол себепті дәрігерлер туылған нәрестені бірден ананың құшағына береді. Орта есеппен жаңа туылған нәресте салмағы 3 немесе 4 килограммды құрайды. Бойы 52 сантиметрге жуық болады. Денесі мен басы үлкенде болып, аяқ-қолдары әлсіздеу, қысқа болып келеді. Басы өз салмағының 1/4 бөлігін құрап, алғашқы апталарда іштегі қалыпта болады. Жаңа туылған сәбидің көзі қызғылт болып ісініп тұруы мүмкін. Алаңдаудың еш қажеті жоқ. Жұдырығын түйіп, аяқ-қолын бүгіп, жиі қозғалады. Көру мен есту қабілеттері қимылдауына қарағанда жақсырақ жұмыс істейді. Мысалы, алғашқы күннен-ақ анасын таниды, немесе түрлі түсті ойыншықтарға назар аудара бастайды. 10-15 күннен кейін адамдардың сөздерін тыңдап, дауысты дыбыстарды шығара бастайды. Перзентханада дәрігерлер баланың жағдайы жақсы екендігіне көз жеткізіп, сәбидің басынан бастап саусағының ұшына дейін тексеріп отырады. Кіндігіндегі өсінді түскенге дейін және түскеннен кейін де кіндікке күн сайын бақылау жасап, оны тазалап тұру керек. Баланы шомылдыру жауапты іс, сонымен бірге баланы ата-анасына жақындатады. Сондықтан әкенің де қатысуы өте маңызды. Жаңа туылған нәрестелерді шомылдыру үшін арнайы ваннаны сатып алған дұрыс. Алғашқы суға шомылдыру 5 минуттан аспауы керек. Жалпы жас ата-аналардың арасында температураны дәл анықтай алмайтын жағдайлар болып жатады. Жаңа туылған нәрестені алғашқы шомылдыру үшін судың температурасын анықтау өте маңызды. Негізінен 36 мен 37 градус аралығында болуы шарт. Шомылғаннан кейін баланы жұмсақ сүлгімен орап кептіру керек. Және нәресте 5 минут ішінде өзінің жылы, жайлы төсегіне орналасқаны абзал. Себебі жас сәби қарғаның көлеңкесіне жаурайды деген халық арасында сөз бар ғой. Тез салқындап қалмас үшін жақсы жағдай жасалғаны дұрыс. Еш қашан нәрестенің нәзік терісін ысқылаудың қажеті жоқ. Оның денесіне ылғал мен су тамшысын сүлгімен орау арқылы кептіру жеткілікті. Бала дүниеге келген сәтте анасына оны ұстауға мүмкіндік беру керек. Қолайлы болса, баланы жалаңаштай анасының кеудесіне тығыз жатқызған абзал. Анаға баланы кеудесіне жатқызуына кеңес беруіміз керек. Балаға бірден омырау емізіп мәжбүрлемеңіз. Көптеген нәрестелер шамамен 1 сағаттан кейін емуге дайын болады. Баланы емізу ананың баласына деген махаббатының, қамқорлығының дамуына әсер етеді. Қалыпты босанудан кейін нәресте анасымен бірге бір төсекте немесе жанында кішкене кереуетте болуы керек. Нәресте қанша рет сұраса, сонша рет емізу керек. Алғашқы кезде нәрестелер ретсіз емуі мүмкін. Бірінші, екінші күндері бірнеше рет қана емуі мүмкін. Себебі бала әлі де іште жатырмын деп ойлауы мүмкін. Сәбиді емізу әрқашан оңай іске аса бермейді. Қиындықтар туып, жаңадан босанған аналардың қиналып қалатындары да аз емес. Мама ұшына жара шығу, бала емізгенде жайсыз сезіну, сүттің тиісті мөлшерде шықпай қалуы, немесе керісінше сүттің сәбиге қажетті мөлшерден көп бөлінуі, тағы да басқа жағдайлар туындап жатады. Міне осылардың барлығы нәрестені емізу барысында туындайтын қиындықтар болып саналады. Емізгенде сәбидің ернін тек ұшына ғана тигізетін аналарда қиындық өте көп пайда болады. Мұндай болдырмас үшін еметін сәбидің еріндері анасының мама ұшының айналасындағы қара дөңгелек аймақты жабуы керек. Мама ұшына салмақ түсірмей емізу үшін мама ұшын сәбидің аузына апарып тигізіңіз. Бұлай жасау арқылы сәбидің бойында маманы іздеу қабілетін тудырасыз. Кейін анасын емер кезде сәбидің өзі маманы іздеп тұрады.
аузын оңай ашады. Емізудің тағы бір әдісі сәбиге кішкентай кезінен бастап аузыңды аша қой, балапаным, кәне, аузыңды аш, деп осылай өзіңіздің аузыңызды ашып көрсетсеңіз, уақыт өте келе сәбиіңіз сіздің әрекетіңізді қайталап үйренетін болады. Құрметті ана, ешқашан алаңдамаңыз, өзіңізді күтіңіз, көңіл күйіңізді көтеріңкі ұстаңыз. Сіздің денсаулығыңыз сәбидің денсаулығы. Сәбиіңізге әрдайым қолдау білдіріңіз. Оның осы өмірге тезірек бейімделуіне сіздің қосар үлесіңіз көп. Жаңа туылған нәресте туралы ақпаратым пайдалы болды деген ниеттемін. Қосарларыңыз болса, міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңізді міндетті түрде оқитын боламын. Маған қолдау білдіріп, лайк басып, тіркеле кетіңіз. Рахмет.